Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Мультфильм көрген 4 жасар бала қол шатырмен 26-шы қабаттан секіріп кетті. Уақиға Қытайдың Хунан провинциясында болған. Mothership.cg порталының мәліметінше, сол күні үйде ата-анасы болмаған, әжесі ғана қалған. Ол тағы бір немересін алып келу үшін үйден шығып кеткен. Дәл осы сәтте бала балконға шығып, мультфильмді көрген трюкті қайталанған. Уақиға орнына келген дәрігерлер баланың бірнеше жері сынғанын анықтады, бірақ өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Мамандардың айтуынша, баланың салмағы көп емес, оған қоса ағаштың бұтақтарына ілініп қалып аман қалған. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.